Тұрғындар көп қабатты үйлерге ортақ жылу есептегіш қондырғыларын орнататын қаражатты бөліп төлеуге мүмкіндік алды. Өңірлік даму министрлігі осы бағытта жаңа бағдарламаны жүзеге асырмақ. Ол үшін қазынадан 8 миллиард теңге қарастырылған. Көкшетауға арнайы келген тұрғын үй саласының мамандары жаңа жобаның тетіктерін халыққа түсіндірді. Бұған дейін ортақ есептегіш орнатылған үйлерді аралап, қондырғының тиімділігіне көз жеткізді. Жылуға төлейтін қаржыларын 50%-ға дейін үнемдеп отырған үйлерді үлгі ретінде көрсетті. Енді мемлекет бөлген қаржыға ортақ есептегіш құралдары орнатылып, оның шығынын тұрғындар 4 жылдың ішінде қайтаруы тиіс. Табиғи монополия субъектісі жылуды беретін. Сол манағы квитанция түбіртекте бөлек манағы қосымша көрсетті. Бірақ бұл төлем мысалы 100-150 теңге болады айына. Және бұл ешқандай манағы әсер етпейді. Қайта экономия болады. Күн бүгінге тек қана мысалы Қазақстан бойынша қазір бізде 21-22% орнатылған осындай қондырғылар ортақ. Енді біз 8 миллиард арқылы бір 50%-дай қамтимыз деп ойлаймыз.